Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 68-ші сабақ біздің жобамыз деп аталады. Тақырып мақал-мәтелдер. Мақал-мәтел бейнелі және мәнерлі сөйлеу құралы. Мақал-мәтелдер сөйлеммен беріледі. Бірінші тапсырма: мақалдарды оқы, олардың мағынасын түсіндір, сөйлем мүшелеріне Өнер өрге талда. жүзгізеді. Не, қайда, қайтеді деген сұрақтар қойылады. Еңбек ептілікті сүйеді. Не, нені, қайтеді деген сұрақтар қойылады. Асыл тастан шығады. Ақыл жастан шығады. Не, қайдан, не істейді деген сұрақтар қойылады. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. Кім, нені, кім, қайтер деген сұрақтар қойылады. Мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал, жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сызып көрсет. Жалаң сөйлемдер дегеніміз, яғни бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөйлемдер, яғни 5 мақал-мәтел: ер қанаты ат, еңбек ата, жер ана, ақыл жастан, асыл тастан, мектеп кеме, білім теңіз, ер дәулеті, еңбек. Бұл жерде бір сызықпен сызылғандар бастауыш, екі сызықпен сызылғандар баяндауыш болып саналады. Жайылма сөйлем 5 мақал-мәтел. Бейнеттің қатты болса, татқаның тәтті болар. Қолы қимылдағанның аузы қимылдар. Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер. Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады, еріншек ұйқыдан қирап тұрады. Отан үшін қызмет, елге тиген үлес. Балалар, бұл жердегі бір сызықпен сызылғандар бастауыш, екі сызықпен сызылғандар баяндауыш, ал үзік сызықтармен сызылғандар бұлар тұрлаусыз мүшелер. Естеріңізде болса, жалаң сөйлем дегеніміз, яғни тұрлаулы мүшелерден тұратын сөйлемдер. Тұрлаулы мүше дегеніміз ол бастауыш пен баяндауыш. Ал жайылма сөйлем дегеніміз тұрлаусыз мүшелерден тұратын сөйлемдер. Ол тұрлаусыз мүшелер дегеніміз бастауыш пен баяндауыштан басқа сөйлемдерді айтамыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.